Фотоэффект құбылысы. 1887 жылы Генрих Герц жарықтың әсерінен кез келген дененің бетінен электрондардың шығуы мүмкін екенін ашты. Бұл құбылыс фотоэффект деп аталады. Ал фотоэффект нәтижесінде ыршып шыққан электрондарды фотоэлектрондар дейміз. Фотоэффектті Генрих Герц ашқанымен негізін мәнін түсіндіре алмады. Тек қана тәжірибелерінен фотоэффект заңдарын құрастырады. Бірінші заңы: фотоэффекттік токтың күші оны тудыратын электромагнит сәулеленудің қуатына пропорционал. Екінші, фотоэлектрондардың максималды кинетикалық энергиясы түскен жарықтың жиілігіне пропорционал өседі және жарықтың қуатына тәуелді емес. Үшінші заңдылық: егер жарықтың жиілігі алынған дене үшін белгілі бір жиіліктен төмен болса, фотоэффект байқалмайды. Біз оны қазір фотоэффекттің қызыл шекарасы ретінде білеміз. Фотоэффект заңдарын түсіндіру үшін Альберт Эйнштейн 1905 жылы Планктың электромагниттік сәулелену энергиясын квантталуы туралы гипотезасын жарық бөлшектері фотондардың болуы туралы гипотезасымен толықтырды.